Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қордай және жүгері көже дайындайтын боламын. Холодильниктен мұздай күйінде ішкен адамның шөлін басып, сусын қандырады. Құрамына күріш, жүгері, тұз, су қажет болады. Ыдысымызға суымызды құйып, газге қойып, қайнағанша күтетін боламыз. Суымыз қайнағанға дейін күріш және жүгеріні суға салып 3-4 рет жуатын боламыз. Қайнап тұрған суымызға бір ас қасық тұз салатын боламыз. Күріш және жүгеріні қайнап тұрған ыдыстарымызға саламыз. Салып болған соң араластыруымыз қажет, себебі жабысып қалуы мүмкін. Күрішімізді 20 минут қайнатамыз, жүгеріні 1,5 сағат қайнататын боламыз. Қайнап болған соң кішкене суығанын күтуіміз қажет, себебі айран құйған кезде іріп кетуі мүмкін. Жақсылап араластырамыз. Бізде қордай көже дайын. Қайнаған жүгерімізде де суытып аламыз. Бір кесе айран құйып, жақсылап араластырамыз. Бізде жүгері көже дайын. Ыстығы басылған соң холодильникке салып қоямыз. Ішіне қызыл бұрыш, райхан, укроп қосуға болады, өте керемет дәм береді. Қол жетімді заттардан тұратын өте ыңғайлы әрі салқын сусындардың бірі. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сіздермен болған болыңыздар, қош сау болыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.